Кандай демі? Сендер неге бүгін ұлттық киім кидіңдер? Сәлем, Алиса, рахмет. Өйткені әр сәрсенбі сайын мектебімізде біз мемлекеттік тілде сөйлейміз. Және ұлттық киім кию акциясы өтеді. Сендер ұлттық киімдер туралы не білесіңдер? Сәукелер біз ұлттық кезекте киілетін бас киім, ал елдердің ұлттық киімдері қандай? Ұлттық киімде қазіргі кезде десінде оқушылар ұлттық киімдерді түрлі мерекелер мен шараларда киеді. Иә, мен де ұлттық киімдерді ұнатамын. Олар ерекше, ірі ұлттық мақтанышымызды көрсетеді. Шынында да ұлттық киімдеріміз еліміздің тарихын, дәстүрлерімізді сақтап, жаңғыртуға көмектеседі. Дәл солай, бізде ұлттық киімдерді қадірлеп жүрейік. Одежда, кием, народ, халык. Казахи – древний кочевой народ, поэтому и одежда их была лучше всего предназначена для жизни в суровых условиях степи. А праздничную одежду украшали вышивкой и орнаментом. Вышивка, кестелеу, орнамент, ою-өрнек. Самой важной частью одежды всегда был халат. Халат, шапан. Под халат одевали нательную рубашку, верхние и нижние штаны. Рубашка, жейде. Штаны, шалбар. Обязательной частью мужского костюма был пояс. Пояс, бельдек. А это головные уборы. Войлочная шапка, киес колпак. Меховая шапка, тумак.